Мұса мен Розаның махаббат хикаясы Шымкентте жалғасуда ағайын. Мұса мен ұлбосын қытайлық ару қызымыз Розаны Шымкентке шақырды. Түркістан қаласында Роза мен Мұса және Мағжан Мисс Мөлдір қызымыздың жаңа кәсібінің ашылуына қатысты. Мағжан Мисс Мөлдірді гүл шоқтарымен құттықтап барды. Бірақ әлеуметтік желіде Мөлдір мен Мағжан видеоларын жарияламаған болатын. Мөлдір Мағжанның гүл шоқтарын әлеуметтік желідегі парақшасын белгілеп көрсетті. Желі қолданушылары Мөлдір мен Мағжанға жарыса жазды. Өкінішке қарай Краш Айсұлтанда осы салтанатты шараға қатысқан болатын. Тіпті Мөлдірге гүл шоқтарын сыйлады, бірақ сезімін айтпады. Ал Қытайдан елге оралған Роза қызымызды құрбысы Аягөзде Шымкентте жүр. Аягөз, Роза және Мұса күнделікті тойға қызу дайындық үстінде. Желі қолданушылары Аягөз қызымызға жарыса жазды. Қыз жолдас Аягөз ба деген сияқты. Ал жігіт жолдас Мағжан болмақ. Жақында той ағайын. Мұса енді ардагер қатысушы емес, отбасылы болмақ. Мұса мен Роза бақытты болсын. Ал Мағжанның Мөлдірге деген сезімі не болмақ? Мөлдірден үміттенген Айыс неге Шымкентте жүр? Мөлдірдің таңдауы Краш Айсұлтан ба, немесе Аиданың экс үміткері Мағжан ба? Әрине ол жағы әзірге белгісіз.